сәлеметсіздер қауым. Менің есімім Нақбек және мен 9 сынып оқушысы. Менің бүгінгі мынау оқыған кітаптарымның бірі Жүсіпбек Аймауытов, жазушы, драматург, 1809 жылы туылып, 1931 жылы қайтыс болған өз заманының ақыны десек те болады. Осы Жүсіпбек Аймауытовтың осы кітаптарының бірі, ең жарық көрген кітаптарының бірі бұл Ақбілек кітабы. Ақбілек кітабындағы екі роман жазылады. Біріншісі сол Күнекейдің жазығы, екіншісі Ақбілек. Сол кездерде 1914-1918 жылдардағы азамат соғысы елде болып жатқан кезде бізде Қаршадай Ақбілек өз ел үшін, халық үшін, жер үшін Қызылдар жаққа өтіп, өз жанын қиған. Сондағы бұл жердегі бізде Жүсіпбек Аймауытовтың негізгі идеясы осы біздің қазақ қыздарымыздың батырлығы, ерге тән қасиеттерін атап түстеп жазуы болатын. Бұл кітапты мен сіздерге оқуға кеңес беремін. Ал енді бізде келесі кітапты алатын болсақ, бұл бізде ғасырдан да ұзақ күн. Бұның авторы Шыңғыс Айтманов, драматург, жазушы, публицист, зерттеуші кісі болған. Бұл кісі маған өте қатты ұнайды, себебі бұл ауызекі тілде, өте жеңіл тілде жазады. Бұны мен сіздерге оқуға беремін, оқуға кеңес беремін. Жастарға өте қызық кітап. Бұл жерде қазіргі қоғамда қозғалып жатқан мәселелердің бірі достық жайлы. Яғни бұл жерде екі достың мәңгі бір-бірін қолдап, қолпаштап өткен дос үшін ешқандай ақша үшін, достық үшін ақшаны сатпаған үшін екі достың өмірбаяны туралы беріледі. Шыңғыс Айтмановтың бұл жерде негізгі идеясы ешқашанда өмірде адал досты табу қиын. Яғни өз досымызды сатпау үшін, өз досымызға берік болу үшін осы кітапты жазады. Бұл кітап бізде өте қызықты кітап. Келесі, бұл бізде Вавилондағы ең бай адам Джордж Кейлсон. Яғни адамдардың көбісі неге байымайды, неге қазіргі жастардың өзі бізде қалай тез дамысақ, қиын жолмен емес, оңай жолмен ақша тапсақ деп. Осы бізде Джордж Кейлсон Вавилондағы ең бай адам деген кітапты шығарды. Бұл жерде бізде 4 қағида бай болу ережесін айтады. Осы кітаптарды байығысы келетін жастарға мен сіздерге бұны оқуға кеңес беремін. Бізде келесі ең бір қызығы болған кітаптарыңыз, көзайым болған кітаптарыңыз осы шығар. Бұл бізде Стив Джобс, бұның досы осы кітапты жазған Уолтер Айзексон. Яғни Стив Джобс осы соңғы жылдары рак ауруына ұшыраған кезде осы өмірбаянын достары арқылы Стив Джобстың қандай екені туралы айтылады. Яғни